Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қарапайым әдіспен ешқандай да аспирин қоспай қиярды қысқа тұздайтын боламын. Қызық болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай шағын огурциларымызды 3-4 сағатқа мұздай суға салып қоямыз. Одан кейін жақсылап жуып тазартып аламыз. Бізге керек чеснок, лавр жапырағы, қара бұрыш. Одан кейін міне банкілеріміздің барлығын булап, крышкасында барлығын дайындап аламыз. Содан кейін менде кептірілген укроп бар еді. Қазір соны салатын боламын. Бұл жерде свежий укропты салуға да болады. Мінекей қиярдың бәрін екі жағын кесіп дайындап қойдым. Енді укропты осылайша бүктеп, сындырып, орап салатын боламын. Қолмен басып түбіне қарай. Негізінде бұл жерде менде банкі 1,5 литрлік банкі. Каждый банкіге мінекей 3-4 чесноктан салдым. Одан кейін 2-3 түйір лавр жапырағын салып жатырмын. Одан кейін орташа огурциларды осылай жиегіне қарай мен қисайтып орналастырып, барлығын тығыздап салатын боламын. Тігінен салатын боламын. Сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай салсаңыздар болады. Кейбір адамдар мысалы огурциді ұзынан жатқызып салады, ал мен бұл жерде тігінен саламын. Мінекей осылай. Содан кейін ортасына да бір огурци салатын боламын. Сол кезде мінекей тығыздалып, барлығы орналасып, жақсы болып тұрады. Одан кейін барып үстіне уже огурциларды жатқызып, шағын огурциларды, майдалау огурциларды осылай жатқызып салатын боламын. Қатты сыймай жатса, огурцы ірі болып, оны пышақпен бөліп, сөйтіп салуға болады. Мінекей осылайша 2 банкіге орналастырдым. Енді үстіне қара ірі бұрышымызды салып жатырмын. Одан кейін қайнап тұрған суды үстіне құйып 20 минутқа немесе 15 минутқа осылайша қойып қоямын. Содан кейін бұл суды, бірінші құйған суды қазір мен төгіп тастайтын боламын. Бұл 15 минуттай тұрды менде. Енді екінші банкідегі суды дәл осылай ыдысқа төгіп тастаймын. Бұл суды қолданбаймын. Мінекей төгіп тастадым. Енді осының үстіне тағы да қайнап тұрған суды қазір құятын боламын. Содан кейін крышкасын жауып, тағы да бір 10 минутқа қойып қоямын. Содан кейін осы екінші құйған суымды қайтадан кастрюльге құйып, осы суды қазір мен газға қайнататын боламын. Бұл суды газға жай қайнатпаймын. Кәдімгідей үстіне қайната отырып, тұзын, шекерін қазір салатын боламын. Мінекей қайнағанын күттім. Енді осының үстіне мен қазір 1,5 банкіге қазір 2 қасық тұз қостым. Каждый банкіге 1-1 қасықтан деп есептедім. Одан кейін дәл солай 2 қасық қант қостым. Содан кейін тағы да қайнағанын күтіп, шекер мен тұзы ерігенше араластырып қайнатып алдым. Енді қазір осы суды мен жаңағы 2 банкінің үстіне құятын боламын.
мінекей енді осының үстіне 70% уксусты, яғни кішкентай шай қасықты толтырмай шамалап қана құйсаңыздар болады. Мінекей көріп тұрғандай мен толтырған жоқпын шай қасықты. Осылайша бетіне құйып, одан кейін закрывашканы, яғни банка жабатын жауып тастаймыз. Мінекей осылай банка жабатын құрылғының көмегімен тағы да екінші қайтара пайдаланып, жақсылап жаптым. Одан кейін осылай жерге аунатып, аузын осылай қолдың көмегімен ұстап, су ақып тұрған жоқ па, жақсы жабылды ма, оны тексереміз. Мінекей осылайша бетін жылы пледпен немесе көрпемен 1 суткіге қойып қоямыз. Банкымыз суығанша, одан кейін біздің қиярымыз қысқа дайын болады. Мінекей көріп тұрғандай 1 суткі менде тұрды. Огурцидың түрі де мінекей соленый болып өзгеріп жатыр. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Бекзат, сау болыңыздар.